Edelweiss, жаңа дизелла. Edelweiss, мұғалімнің жолдары. Әл-Фараби айтып кеткен, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қасшауы деген сияқты. Біз міндетті түрде бір құндылықты айтып кету керекпіз. Наука қылып, ғылым қылып алатын болса, ол ғылым. Ал мұғалім оны бойына сіңіргеннен кейін өзінің шығармашылығымен баланың бойына сіңіре алу керек. Жоғары деңгейлі тапсырмалар, жоғары деңгейлі есептер баланың ол болашақта 20-30 жасында қажет болады ау деп үйретпейді. Оны баланың ойлау қабілеті жоғарылату үшін. Армысыз көрермен, сіздермен Edelweiss және Айдана Айбатырқызы. Бүгін бізде қонақта физика пәні мұғалімі әрі директордың тәрбиесі жөніндегі орынбасары Нарбутина Айдана Галиевна. Және де студияның екі дүркін қонағы деп айтсақ болады. Келесі біздің қонағымыз Әсемгүл Багитбаевна, қазақ тілі және қазақ әдебиеті пәні мұғалімі. Бүгін біз бірлесе отырып мектеп ұжымындағы корпоративтік мәдениеттің мәні мен маңызын талқылайтын боламыз. Біздің мақсатымыз бірлік пен шығармашылықты нығайту және кәсіби қарым-қатынасты жақсарту болып табылады. Яғни мектебіміздің өркендеуіне үлес қосу. Қарапайым тілмен айтқанда корпоративтік мәдениет дегеніміз бұл ұжымдағы бірлік, сыйластық пен дәстүрлердің жиынтығы. Яғни ол әрбір қызметкердің бір-бірлерін құрметтеуі, әріптестердің өзара қолдау мен сенімділіктің орнауы деп айтсақ болады. Енді сөз кезегі өзіңізде, жалпы мектеп жұмысында корпоративтік мәдениеттің рөлі қандай, Әсемгүл ханым? Корпоративтік мәдениеттің рөлі қандай дейсіз ба? Негізі корпоративтік мәдениет тек қана білім беру ордаларында ғана емес, жалпы кез келген жаңағы мекеме мен ұйымның құрамында адам саны 10-нан асқан кезде өте қатты қажет екендігі қазіргі таңда мәлім болып отыр. Не себепті? Өйткені 10-нан асқан тұлғалардың арасында жаңағы мекеме мен ұйымның өзіндік бір миссиясы толыққанды түрде дұрыс бағытта жүру үшін жаңағы әріптестік, серіктестік, әріптестік мәдениет ол үлкен рөл атқарады. Сондықтан да білім беру ұйымдарында әсіресе қазіргі заманда, өте тұрақсыз заманда педагогтер арасындағы осындай корпоративтік мәдениетті сақтау бойынша қандай да бір жұмыстардың білім беру базасында жүруі ол керек маңызды факторлардың бірі болып табылады. Жақсы, яғни бұл мәдениет арқылы біз ұжымның рухын көтереміз, мектептің сапасы көтеріледі. Яғни тек қана әріптестер арасындағы қарым-қатынас емес, біздің көңіл күйіміз бен әріптес арасындағы қатынас нығая түскен сайын біздің білім сапасы да көтерілуі мүмкін, иә? Мысалға, қазіргі таңда біз енді тәуелсіздігіміздің нығая түсуіне байланысты және де заман бір орында тоқтап тұрған жоқ. Және де біз педагогтердің әрбірін, педагогтер қатарындағы әрбір тұлғаның бренд мұғалім немесе трендтегі мұғалімдерге айналуына біз әрбір педагог өзінің жеке тұлғасы арқылы өсіп келе жатқан ұрпақты үлгі ретінде, яғни айтамыз ғой, мысалға, ұрпақты тәрбиелеме, ұрпаққа көрсет дейді. Яғни ұрпақ қарау арқылы және де үлгі тұту арқылы ғана қалыптасып келе жатқан ол норма, ол бұрыннан бері келе жатқан бір ерекшелік. Сондықтан да мұғалім қалай сөйлейді, қалай бір-бірімен араласады, қандай сөзді іріктейді, қандай сөзді қолданады. Әрине біз мұғалім бола жүре үнемі бір эмоциямен жүрмейміз. Мұғалімнің де өзіндік бір проблемалары болады, бірақ та кез келген проблема барысында мұғалім екінші бір мұғалімге болсын, болмаса әкімшілік пен мұғалім арасында болсын, болмаса білім беру ұйымындағы жаңағы техникалық қызметкерлер арасында болсын, болмаса мұғалім жаңағы білім алушы оқушылардың арасындағы бір өзіндік бір сөйлеу барысында болсын, ешқашан бір ауыр сөз немесе артық сөз айтып қоймау керек. Әрине ол сөздер бәлкім бір белгілі бір проблеманы шешу барысында контекстке міндетті байланысы бар болуы мүмкін. Дегенмен де кез келген жағдайда мәдениеттен аспайтын сөз болса, нұр үстіне нұр болады.
Иә, қазіргі таңда бізде жаңағындай мәдениетті қалыптастыру үшін бірнеше мектебімізде дәстүрлер бар, Айдана Галиевна, иә. Сол бір дәстүрлерді, яғни іс-шараларды ұйымдастыратын өзіңізсіз. Корпоративтік мәдениетті қалыптастыру үшін біздің мектебімізде қандай қазір тұрақты дәстүрлер бар? Енді корпоративті мәдениет қазіргі кезде өзекті мәселе біздің мектепте деп айтуға болады. Негізі корпоративтік мәдениетті қарастырғанда оны тек қана мұғалімдер арасында емес, біз негізі үштік одақ форматында жұмыс істейтін мекемеміз. Бұл жерде мұғалім, оқушы және ата-ана. Корпоративтік мәдениетті айтқан кезде міне осы ата-ана мен мұғалімнің, мұғалім мен оқушының арасындағы қарым-қатынасы да айта кету керек. Және Әсемгүл Пагитбаевна айтып кеткен барлық нормалар, мысалы сөз сөйлеу кезінде жүріс-тұрыс деген сияқты коммуникация жасаған кезде бұл жерде осы үштік одақтың арасында да осындай қарым-қатынас орнауы қажет. Яғни коллаборация дейді ғой, бірлескен жұмыстың нәтижесінде ғана, және ол бір күн немесе бір ай, бір жылдың ішінде нәтиже беретін жүйе емес. Бұл жүйенің қалыптасуы үшін бірнеше ондаған жылдар кетуі мүмкін. Мысалы салыстырып қарайтын болсақ, біраз ақпарат көздерін оқып едім. Бұрынғы кездері, яғни біздің мектепте оқып жүрген кезімізде, біздің ата-аналарымыз оқыған кезде авторитарлық жүйе болған. Яғни басшылыққа бағыну, басшылықтың қойған талаптарын орындау, ол талаптарды тек қана мұғалімдер ғана емес, сонымен қатар оқушылар да, ата-аналар да орындаған. Қазіргі кезде енді біраз бұл авторитарлық жүйе көбіне гуманистікке көшті де, яғни демократия дейміз, әрбір мұғалімнің пікірі тыңдалады, ол есептеледі деген сияқты. Бірақ оның өзінде де пікір айтылған кезде де ашықтық қажет, әрине, бірақ дегенмен де мұғалімдер тарапынан, ата-аналар тарапынан тек қана мектепті білім беру жүйесін алға итермелейтін пікірлер болса, әрине жақсы болар еді. Бірақ көбіне, яғни мұғалімнің өзінің қажеттілігін, ата-ананың баласының жеке қажеттілігін өтейтін ғана пікірлер көбіне айтылады. Ондай шешімдер, басшылықтың тарапынан қабылданатын бұндай шешімдер жалпы мектептің мақсатына, яғни миссиясына жеткізбеуі мүмкін. Ал корпоративтік мәдениетті жетілдіру бойынша бірнеше жыл сайын қайталанатын іс-шаралар өтіп жатады. Біздің бұл негізі корпоративтік ұжыммен айналысып, оған арнайы жетекшіні белгілеп, бекітіп, ары қарай осы іс-әрекеттерді орындау, яғни біздің қажеттілігіміз деген сөз. Ондай қажеттілік бізде бар деген сөз, өкінішке орай, әрине бір жағынан. Екінші жағынан осындай іс-шараларды өткізу арқылы, яғни кеше ғана іс-шара болды, мысалы Қазақстан Республикасының Республика күніне арналған бірнеше іс-шаралар болды. Соның ішінде атап айтсам мерекелік концерт. Енді осы жерде қандай қажеттілік бар? Мысалы мұғалімдердің концертке келіп, балаларға өз тарапынан отансүйгіштік, патриоттық қасиеттерін көрсету үшін негізі келу керек еді. Мысалы бір ғана қарапайым. Бірақ өзім қарап отырсам, бір 20-30 ғана педагог қатысты, қарады, көрді, балаларын алып келді деген сияқты. Осы жерден де біз байқауымызға болады, корпоративтік мәдениеттің төмендемей-ақ қойын, бірақ әрі жетілдіру қажет екені. Ақсап тұр дейсіз ғой, Енді эксперимент түрінде кеше енді біраз ойландым, эксперимент демей-ақ қойын, бірақ өзім көзім жетіп отырған нәрсе, мысалы алдыңғы сәрсенбі күні ұжым деген чат бар, бізде. Біздің барлық педагогтер, оның ішінде ассистенттер, тьюторлар, осы білім жүйесіне қатысты барлық біздің әріптестеріміз сол ұжым чатында отыр. Сәрсенбі күні мен өте маңызды ақпарат жазыппын. Сол ақпаратты кеше қарадым, кім ашып оқыған, кім ашып оқымаған.
сол кезде 4 әріптесім сол сәрсенбі күні жазылған нәрсені әлі ашып қарамаған. Міне осы күнге дейін. Чатты ашпаған ғой. Чатты ашпаған, иә. Менен кейін мектеп басшысы, директор қаншама ақпарат күнделікке байланысты, басқа да неше түрлі семинарларға, жаңа конкурстарға қатысты ол кісі өзі ақпарат беріп отырады. Яғни менің сәрсенбі күні жазған ақпаратымды оқымаған кісі, получается, ол кісінің ақпаратын оқымады деген сөз. Бұл жерде мұғалімдердің, яғни мұғалім ретінде, жаңағы ұжымның бір бөлігі ретінде өз міндетін атқармай отыр дегенге келтіруге болады. Өйткені жарайды бұл чат, бұл ресми болып саналмайды, дегенмен қазір заман сондай айтып отырса, заман бір орында тұрмайды деген сияқты. Бұрынғы кездерде ақпарат жинап алып, әрқайсына түсіндіріп, естіртіп айтылатын болса, қазір осындай мәмілеге келдік. Жаңағы барлық мектепте бар ғой ондай. Бір жақты, яғни тек қана ақпарат беруге арналған чатты айтуға болады. Осы кезде шынымды айтсам, дәл сол мұғалімдерден мен күтпегенмін негізі. Мен олай қарамайды екенмін негізі, ашып кім оқыды, кім оқымады деген сияқты. Бірақ белсенді мұғалімдердің бірі дейсіз ғой. Белсенді болғанда енді болады ғой, ассистенттер, тьюторлар оқымай қалса жарайды дейтін мен, бірақ негізгі пәндерді беріп жүретін мұғалімдер, оларға қатысты ақпараттар ана жерде жазылып жатыр, олар чатты ашып оқымайды. Көрдіңіз бе? Сонда қандай қажеттілік бар? Біз әрқайсысы мен айтпасыз да түсінеді деп ойлаймын, ол жерде маңызды ғана ақпараттар жазылатынын. Кезекшілік бар, тоже бір өзекті сұрақтардың бірі деген сияқты. Соңында жазып жатамыз. Осы күнге дейін демалыс күндерінде де ақпарат беріп жатамыз. Соның барлығына жаңағы төмен жауапкершілікпен қарайды деп есептеймін. Мысалы, оған байланысты да бір іс-шаралар өткізуге болады. Немесе сондай іс-шаралардың арасында сондай ескертпе айтылып кетсе. Мысалы, мен жаза алмаймын чатқа, неге оқымайсыздар деп, мысалы. Ол педагогикалық этика тұрғысынан ол да бір не болып саналады сияқты ма. Бізде енді бірнеше чат бар ғой, әрбір тәрбие бөлімі бойынша, жалпы мұғалімдерге арналған. Пән оқу бөлімі бойынша бар, бірақ дегенмен де барлық мұғалімдер осы ұжым чатына бір үлкен ден қойып қарау керек деп ойлаймын негізі. Енді біз өткен оқу жылының соңында, мамыр айында барлығымыз, сіз барсыз, өзіңізде де бармыз, басқа да мұғалімдер бар, директордың, яғни мектеп қатысуымен бізде жиын өткен болатын. Сонымен сізді біз корпоративтік мәдениет жұмысының кураторы ретінде, осы жұмыстың жетекшісі ретінде сайлаған болатынбыз. Қазіргі таңда жоспар құрдыңыз, сол жоспар бойынша қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Ол жоспар бойынша, негізі ол жоспарды құрастыру кезінде бір күн уақыт кеткен жоқ, рас айтайын. Өйткені ол жоспарға негізінде өзім бұрын 9 мектептің координаторы болғандықтан, ол жерге кез келген бір іс-әрекетті, іс-шараны жаза салу мүмкін емес. Өйткені ол жерде жаңағындай бір галочка үшін де бір іс-шараны қоя алмайсың. Енді корпоративтік мәдениет педагогтар үшін, жаңағы Айдана Галина айтып кеткендей, көп ойландыратын дүние, рас айтайын. Мысалға, осының алдында да мынандай бір нюанстар оқып қалды. Енді оның барлығы сырт көзге, бүгін енді мені эксперт ретінде шақырып отырсыз ғой енді. Оны үстіртін болса да айта кетейін, педагогикалық кеңесте де ондай бір дүние болған енді. Жаңадан келген әріптес емес, бұрыннан келген екі әріптес ортасынан тұрып, бірінен соң бір шығып кеткен кезі болды. Бірақ та мен сол кісіге айта да алмадым. Бірақ та сол кісінің кеше де республика күніне байланысты концерт өтіп жатқан кезде мен сабаққа шығып кету керек болдым. Сол кезде коридорда көрдім сол кісіні. Тағы да айта алмадым, өйткені ол кісінің жасы өте үлкен. Және де осы мектепте бұрыннан бері келе жатқан әріптестің бірі. Енді бізде педагогтер қатарында және де білім беру заңнамасында мынандай түсінік бар. Жай ғана еңбек өтілі деген сөз бар, және де тәжірибе деген сөз бар. Және де қазіргі таңда енді шыны айту керек, енді білім беру мекемесінде білім алушылармен жұмыс жасайтын кез келген тұлға жан-жақты
болу керек. Ал жан жақты болу керек деген кезде біз бірінші орынға нені қою керекпіз? Жаңағы шаралар. жоқ, іс-шаралар ғана емес. Жалпы барлығынан хабардар, енді біз мұғалімбіз ғой. Сонда мысалға жаңағындай бір белгілі бір кәсіп бойынша ғана 4 жыл оқып, одан кейін аспирантура оқып жүрма, мысалға 90 жылдары аяқтаған мұғалім болса, немесе қазір магистратура оқып, әлде бір одан сайын деңгейін жоғарылатайын деп отырған тұлға болсын, болмасын, бірақ та жаңағы үнемі білімін жетілдіріп отыру керек. Неге? Өйткені 2006-2007 жылдары осы жаңартылған білім беру бағдарламасы енгізіледі деген хабар алыстан болды негізі. Өйткені өзім 2006 жылы педагог қызметімді бастадым да, сол кездің өзінде осы 10 жылдан кейін бізді білім беру жүйесінде қандай реформа жүреді деген стратегиялық жоспардан арасынан бір ақпараттар болып отыр. Және де сол кезде айтылған дүниенің барлығы қазір болып жатыр. Ал енді 2016 жылы жаңартылған білім беру мазмұнына жақындатқан кезде кез келген тренерлер өрлеуден болсын, немесе ПШО-дан болсын, әрбір педагогты пәні бойынша жаңартылған білім беру мазмұнына дайындады. Ол жаңағы 2 апталық немесе 1 айлық курстың өзінде де мұғалімнің ой төңкерісіне әсер ететіндей бір көп ресурс берілді. Бәлкім енді тренерлер әлсіздеу болып қалса, мүмкін кейбір ортаға ол дұрыс берілмеген де шығар. Өйткені ол жерде де бір өзгеріс қарастыру керек та, енді онымен келісетін шығарсыз. Өйткені мен тіл маманымын, сіз физика пәнінің мұғалімі, сіз бастауыш кісісіз деген сияқты. Енді тренерлерде әртүрлі сипатта, әртүрлі әдіспен, ыңғаймен дайындайды. Оның өзі де кері байланыстан біз көріп жатамыз. Расымен де мынау практик тренер немесе басқа деген сияқты. Дәл сол сипатта енді әртүрлі өзім Астана қаласына былтыр ғана келгендіктен оның алдында отбасы жағдайымызға байланысты бір-екі мектепте жұмыс жасау керек болды. Соның ішінде біреуінде мен 2 жыл жұмыс жасадым, 6-7 жылдар жасадым. Соның ішінде бірнеше білім беру ұйымының басшыларын көрдім енді. Менің Қостанай облысындағы білім беру ұйымының басшылары директор ғана емес, көшбасшы директор болды. Енді Астанада енді қазіргі таңда мысалға бізде 200-ден асады ма? Мектеп па? Мектептегі осыдан 5 жыл бұрын 198 ба сондай мектеп болған. Сол шамада. Жұмыс іздеген кезде мен жалпы жоқ, біздің мектепте шамамен 200 бар, педагогтер санағанда. Біздің мектепте ма? 180 шамалас. Енді 180 шамалас болғанда осы уақытқа дейін мысалы директорлер де өзгеріп отырды. Оның арасында мынау орысында орынбасарлар да өзгеріп отыр. Енді оның барлығы да жаңағы әріптестердің мәдениетіне, мәдениет деген кезде енді бір жүйемен жұмыс жасау мәдениеті. Біз айта алмаймыз, мысалы мынасының сауаты төмен немесе жаңағыдай өзін өзі ұстау мәдениеті дұрыс емес деген сияқты. Белгілі бір себептер бар болып тұр. Және де сол себептерді анықтап, оның салдарымен емес, себебімен жұмыс жасау үшін осы корпоративтік мәдениетке қатысты жоба жұмысын бастады. Ал енді оны бастаған кезде оның ішінде жұмыстың ішінде біршама үлкен көлемді жұмыстар бар. Мысалға, Әлфия Халиловнаның өзі қазіргі кезде мынау білім берудегі заманауи көшбасшы курсын бітіріп келген тұлға ғой. Ол курсты былтыр мен де оқығанмын. Бірақ та белгілі бір себепке байланысты толыққанды 3 ай жазғы каникул уақыт алып кететін болғандықтан мен оған дайын болмадым. Мысалға қазіргі таңда кеше ғана менде республика күніне қарай сол мен танитын немесе Қостанайдан мықты деген соңына дейін барған ер азаматтар бар, сертификатты жаңа ментордың қолынан алып жатыр. Енді ол кісілер және де біздің мектепке жалпы қандай бір өзіндік бір ой бар, ой салып отырмыз ғой енді бұл орайда. Жаңағы бұрынғы сипаттағы директорлер мен қазіргі сипаттағы директорлердің арасында көшбасшылық деген ерекшелік бар. Енді көшбасшылық дегеніміз ешқай жерде ол айтылмаған ғой, енді заңнама талабында. Көшбасшылық ол заманның өзіндік бір талаптарының толыққанды бір миссияны орындауына керек бір жаһандық бір құзыреттілік деп айтуға болады. Құзыреттілік дегеніміз не? Жаңағыдай сіз айтып кеткен манағы авторитарлық режимде басқару емес,
керісінше үйлестіру және де жетектеу. Жетектеген кезде енді қазір өздеріңіз білесіздер, демократия заманы бұрынғы кезде Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың кезінде де, қазір Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың кезінде де Қазақстан Республикасында қандай заңнама бар, сол заңнаманың барлығы да толыққанды дұрыс әрекет жасайтын адамдар үшін жұмысын жасап келе жатыр. Сондықтан да айтамыз ғой, мысалға заң білмеген ол жауаптылықтан босатпайды. Ал енді мұғалімдер тек қана жалақы алу үшін ғана келетін тұлға болмау керек. Ол жаңағы білім беру ұйымының өзіндік ішкі тәртіп ережесіне байланысты және де өзіндік бір білім беру немесе тәрбиелік іс-шараларына байланысты жұмылдырған іс-шараның барлығына толыққанды қатысу керек. Мысалы, кезекшілікті де алайықшы, кезекшілікті атқару мәдениеті қалай? Көбінесе ол біздің ғана мектепте ғана емес, өйткені мен өткенде бір жаңадан ашылған мектепке барған болатын бір шаруа бойынша. Сол жерде енді әрине әрбір жерден жиналған ұйым болғандықтан олар үшін өте үлкен мәселені көрдім. Әсіресе жаңағы Имановтағы жаңа мектепте. Ол жерде Face ID да жоқ екен. Сонда мұғалімдердің өзі әр мектептен жиналып тұр. Әрбір жақтан жиналғанда бар шығар, бәлкім басқа жақтан келген болса. Сонда балалар да сондай. Және де бір-бірін танымайды. Енді әлі де жаңағыдай мектептің қаржы мәселесіне байланысты Face ID қойып үлгерген жоқ. Бірақ та қандай да болмасын, барлық ұжым әкімшіліктері дәл турникеттің қасында тұрады екен. Енді оны да түсінемін, өйткені жаңадан келген мұғалімге сіз қандай талап айта аласыз? Осы жерде тұрасыз, өзіңіздің 21 балаңызды, 20 немесе 30 балаңызды түрмен жаттап қабылдай алмайды ғой енді. Сондықтан да әрбір білім беру мекемесінде өзіндік қиындықтар болады. Мұғалім болып келген тұлға сол қиындықтарды біліп келу керек. Әсіресе мысалы біздің мектеп 3,5 мың балаға арналмаған, мысалы, қазір шамамен жуықтағанда балаға арналған, енді қуаттылығы 1200. жаңағы сіз де айтып жатырсыз ғой, мысалға білім беру мен тәрбие екеуі егіз процесс. Ол Аристотельдің заманынан бері келе жатқан ажырамас бөлік. Және де сіз жаңа өзіңіз орынбасарлықта кездесіп жүрген практикаңыздағы мәселені айттыңыз. Ата-аналар болсын немесе мектептің дұрыс саясатын әлі де қабылдай алмай жүрген ересек жоғарғы буындағы оқушылардың өзі, білім алушылардың өзі өзіндік ішкі қызығушылығын бірінші орынға қойып жатады. Ал бірақ та біз кез келген ситуацияда ата-анадан да сұрап жатамыз, мысалы, бала не үшін келіп жүр мектепке деген сияқты. Немесе сіз балаңызды не үшін мектепке жібересіз? Осындай сипатта енді нақты іс-шараға тоқталып отырған жоқпын. Енді осыны көретін әрбір тыңдарман, оқырман өзіне керегін алсын деген сипатта. Сонда біз универсал болу керекпіз. Енді қоғамда да мысалы айтып жатады. Былтыр мысалы Қостанай облысының әкімі енді бір ренжіп отырып айтып қалған шығар, мұғалімдер судың қасында күзету керек деген сияқты. Оны да қорғап алған жаңағы министрлер болды, депутаттар да болды, Аймағамбетовтің өзі де қорғады. Бірақ та бұл орайда енді мысалға біздің өзіміздің бір миссиямыз болады. Миссия деген балаға жан жылулығын беру. Мысалы Аманашвилиде, Макаренконың кезінде де ондай болды. Брай Алтынсаринде мысалы аш қасқырдай, жаңағы қойға шапқан аш қасқырдай балаларды қарсы алдым, және соларға әліппе үйреткенше бұл нені білдіреді? Жан тәнімен жұмыс жасау. Мысалы педагог бола жүріп сіз қосымша бір таксист қызметін атқара алмайсыз ғой. Немесе педагог болып басқа бір қызметті атқара алмайсыз. Сіз екінші жұмыс іздесеңіз де бәрібір де педагогикалық сипаттағы бір жұмысты қарастырасыз. Сондағысы басты қажеттілік ол манағы материалдық қажеттілік болмау керек, рухани қажеттілік. Өйткені сіздің төңірегіңізде сізбен 6 сағат немесе астрологиялық сипатта 5 сағат болатын тұлға бар. Ол тұлға тірі жан. Орысша айтқанда живой организм ол бала. Біз затпен жұмыс жасамаймыз. Біз тірі тұлғамен жұмыс жасаймыз. Және де біздің белгілеп кеткен 6 құндылығымыз бар. Сол құндылықтың ішінде жаңағы ең қарапайымы ол әрбір педагог болып жүрген және де педагог болуға келген тұлғаларымыз, азаматтар мен азаматшалар баланы тұлға ретінде көріп жұмыс жасаса, бала оны сезінеді. Өйткені қазіргі таңда ата-аналардың өзі әртүрлі. Жұмысқа беріліп кеткен ата-аналар бар.
баласына қарамайтын кісілер бар, бірақ баласын қатты қысып ұстайтындар да бар. Баланың жаңағы күнделікті қалыптасып отырған дағдысын да кері байланыс беріп педагогке күнделікті кері байланысқа шығып отыратын ата-аналар да бар. Және де педагогке қысым көрсететіндер де бар. Оның барлығы бар, және біз соны қабылдай білу керекпіз. Енді ондай кісілер бар, және де біз онымен шаршап кеттік деп айта алмаймыз. Әрине педагогтың денсаулығына бір кері сипатын келтірген болса ғана оның бір оңтайлы, оның өзінде де бір сәтті шешімін табуға болады. Мысалға мен жаңадан келген директордың бойында қандай қасиеттер көрдім. Мәселенің бір салдарымен емес, шешімімен емес, бұрынғы бір себебімен жұмыс жасауды алға алып келе жатыр. Негізі өз сыныбымда да былтыр сондай бір ситуациялар болған еді. Сол кезде мен бір сорлап қалған мұғалім ретінде өзімді аяған жоқпын. Өзім білемін да, енді білдей бір жаңағындай соншалықты контингентке асып кеткен балалармен, саны асып кетіп тұр ғой енді. 2 есе асып кетіп тұр. Мысалы жыл сайын қаншалықты келешек мектепке ауысып кетті қазір, бұрын комфорт мектеп дедік. Оның бәріне ауысып жатқан бір балаларды да көріп жатқан жоқпыз мысалға, өзінің үйінің жанында тұратын білім беру ұйымына. Енді оған да былай қарауға болады, біз баланы қуа да алмаймыз ғой. Біздің мектеп енше ұнайды оларға. Ұнайды. Бәлкім сол жағалаудан келетіндер бар шығар, бәлкім ауылдан келетіндер бар шығар. Бірақ та кетпеуінің де бір себебі бар да. Педагогтер ұнайды, мектептің қабырғасы ұнайды, мектептің атмосферасы ұнайды. Ендеше біз неге олармен жан тәнімізбен беріліп жұмыс жасамасқа? Енді қай кезде адам өзін толыққанды сипатта көрсете алады. Үйде бәлкім бұл жаңағыдай ана шығар, мұғалімдерді айтып кетейікші, оның өзінде де үйде де кейбір енді психология, адамның психологиясы негізі әртүрлі болады. Бірақ бес саусақ бірдей болмаса да, бұл жерде біз жұмысқа келгендіктен, жұмысқа деген өзінің адалдығын және де жұмыстың белгілі бір мақсатқа толыққанды көркем жолмен жететін миссиясын үнемі қайда қою керек, алдына қою керек. Мысалға бұрынғы кезде былай болатын, қазір ондай емес енді. Айдына келгенде есіңізде болса, Қостанай облысының мектептерінде мектептің әдістемелік тақырыбын коридорға іліп қоятын, немесе бір кабинеттерде ілініп тұратын. Ол не үшін болды? Ол жай ғана бір көрнекі құралдарды көбейту немесе кабинетті толтыру емес. Мұғалім кіріп келгенде балада қандай миссияға жұмыс жасап жатыр деген сияқты сонда көреді. Жаңашыл әдістерді қолдану, бірақ та оны не үшін қолданамыз деген сияқты. Тұлғаны қалыптастыруда оның бойында заманға сәйкес келетін бір дағдыларды қалыптастырамыз. Және де қандай әдіс қолданамыз деген сияқты. Есін салып тұрады, Ал бұрынғы кезде мен мысалы 91-ші сыныпқа барған кезде есіктің оқы және оқы деп тұратын. Сосын ойлайсың, енді мектепке не үшін келдік? Оқу үшін келдік. Енді ол кездегі түсінік мүлдем басқаша болды. Ал қазір балалар мектепке келген кезде мүлдем басқаша. Әрине, мысалы, мен қазір 5-ші сыныпқа берем, 8-ші сыныптарға берем, 8-ден 6 сынып, жарты топтары енді деңгейлері әртүрлі. Соның ішінде мүлдем нашар оқитын бала, мүлдем нашар мінезді бала деп те айта алмаймыз. Өйткені мен әр адамды қалай бар солай қабылдауды үйрендім. Оған байланысты мысалға бірнеше қызмет атқарғанда көп әсерін тигізетін шығар. Енді бірақ та осы орайда педагогтер де жаңағы мәдениетін қалыптастыру үшін былай енді бір күшті бір фишкалар бар мысалға, Педагог толыққанды жұмысқа беріліп жұмыс жасайтын болса, ол нәтижесін жаңағы алғыс хат, диплом, егер де ол республика деңгейінде жаңағы 514-ші бұйрық дейміз ғой, ең болмаса зердеден, олимпиададан баланы дайындаса, балаға жан жылуын беріп, мысалға, айтпаймын енді, мысалға 27 баланың ішінде математик мұғалім 27 олимпиаданың жетістігін көрсететін оқушыны дайындау керек емес. Оның ішінде бір математикті алып шықса, және де ол математик ертең расымен де математикалық сауаттылық қалыптасқан, жаһандық құзыреттілікке төтеп бере алатын тұлға болып шықса, немесе жаңағы робототехника, немесе физикада, информатикада, IT-ді тек қана мышка ғана тінтуірді ғана ұстайтын емес,
сонымен бірге белгілі бір қазір енді алаяқтардың өзінде мысалы балалардың өзі де бір жолдарын біліп жатады, иә, сондай бір алаяқтыққа, виртуалды алаяқтыққа төтеп бере алатын бір бағдарлама жазатын бір бала шықса да, иә, мысалы бір мектептен, оның өзі жаңағы пәнді жетектеп, пәннің нұрын балаға білім стандарты жүзеге асыру арқылы себіп отырған мұғалімге үлкен бір жетістік. Ал енді сол орайда 5 жыл сайын өтетін аттестациясында ол үлкен көрсеткіш, айлығы өседі, ол да плюс. Ал егерде жаңағындай бүкіл жан дүниесін беріп, коллективтің ішінде шынайы бір ортақ бір мүддеге қозғалатын бір әрекеттерін көрсететін болса, ол да ескеріледі. Ол жай ғана бір жағымпаздану мәселесінде емес, ол серіктестік командада жүру. Мысалға, бізде осы корпоративті мәдениетте серіктестік деген құндылық бар. Серіктестік құндылықтың өзі мысалға сынып жетекші тәрбие ісі орынбасарымен неге тікелей байланыста болу керек? Немесе мектептің әлеуметтік психологиялық қызметімен неге тікелей қарым-қатынаста болу керек? Өйткені сынып жетекші ештемені жасырмау керек. Және де сынып жетекші білім беруге қатысты оқу орынбасарларымен де тікелей байланыста болу керек. Өйткені кейбір педагогтар болады, бар мәселені айтпайды ешкімге. Ол айтпау деген ол жасыру деген түсінік болады. Ал жасырған кезде әлгі ата-ана тарапынан немесе оқушы тарапынан біз білмейтін немесе мектепті есепке алу тіркеуіне қою керек бір ситуация болып қалады. Немесе мектептің төңірегінен шығып кететін бір жағдайлар болып жатады. Біздің мектепте әрине ол 1 жылдың ішінде мысалы кездескен жоқ. Дегенмен де енді бұл әлеуметтік желі арқылы болғасын, басқа да біздің мектепке қатысы жоқ білім беру ұйымына қатысы бар кісілер естуі мүмкін. Сондықтан да ешқашан жасырмау керек. Өйткені бізде каскад линиясы бар. Каскад дегеніміз не? Яғни сынып жетекші өзі шеше алмаған мәселені ата-аналар комитетіндегі төрайыммен де шеше алады. Екеуі бірлесіп шеше алмаса, онда тәрбие орынбасары бар. Тәрбие орынбасары екеуі бірге шеше алмайтын болса, онда мектептің директоры бар. Немесе қазіргі таңда өткенде Асхат Аймағамбетовичтің ұсынысымен енді ол кісі үнемі мықты ұсыныстар жасап отырады ғой. Соның барлығы жүзеге асып жатыр. Енді мектеп инспекторлары де мектептің қайтарылады. Фейс ID-дің орнына деді ғой, иә. Ол өте дұрыс, орынды, иә. Өйткені кейбір баланың өзі айтып жатады ғой. Өткенде мысалға былтырда да мектепшілік жалпы жиналыстарда сондай ата-аналар болды. Сізде соны есіңізде болу керек, иә. Неге мектеп инспекторлары бізге сұрақ қойылады, да? Иә. Олардың өздерінің қажеттілігі сол болып тұр. Бізді мысалы өзімізді түсінбейтін, тыңдамайтын бала бар дейді, өз балам мені тыңдамайды. Ал егер де форма киген кісі олармен сөйлессе, ол мүлдем басқаша бір әрекет түрі. Қаймағады, иә. Енді сондай бала да бар енді. Бірақ та құрметті балалар, сіздер көріп отырсаңыздар, қазір енді субтитрмен де аудару мүмкіндігі бар. Сондықтан да әрбір әрекетіңіз, сөзіңіз заңға қайшы келмейтіндей болу керек. Әкімшілік құқық бұзушылық бар немесе қылмыстық бар деген сияқты. Соның барлығын біз мектеп тарапында әрбір сабақта берілетін құндылықта айтылып отырады. Осы сұраққа қанағаттанарлық жауап ала алған шығарсыз. Рахмет. Жақында сондай сұрақ маған түскен. Неге дейді, бұрын бірнеше жыл бойы мектептерде инспектор отырды, бірақ ол кезде заман тыныш болды. Ондай қазіргі балалардай қиын балалар болған жоқ. Ал именно вот қазіргі кезде қажет кезінде неге алып тастады деген сияқты. Енді ол сұраққа мен өзім жауап бере алмаймын, бірақ ондай қажеттілік бізде бар, ата-анада бар, көрдіңіз бе, сіз айтып отырсыз. Ата-ана біліп отыр, өзінің қауқары келмей отырға баланы тәрбиелеуге деген сияқты. Бізді андай жазалаумен айналысатын орган емеспіз, бізде ондай құзыреттілік жоқ. Ешқандай да штраф та сала алмаймыз. Бұрын мектептен шығарып жүретін еді, қазір ондай да жоқ. Мектепке мен сіздің мектебіңізде оқимын деген оқушыны біз қабылдауға міндеттіміз. Неге біздің санымыз асып кетті, себебі заңнамада жазылған, ата-ана баласының қайда оқитынын таңдауға еркіндік бар деген сияқты. Бірақ учаскемен аламыз деп айтамыз, бірақ осы мектепке келіп тұрған оқушының бетін қайтармауымыз керек деген сияқты. Ондай қажеттілік бізде бар, бірақ енді оның барлығы ненің салдарынан оқушы неге тәртіп бұзады, оқушы неге мектеп
тың ішкі тәртіптеріне бағынбайды деген сияқты оның түрлі себептерін біз көріп отырмыз. Біз соның бір себебін айтып кету қажет деп ойлаймын. Бала өзі бұзықтан емес, бұзық болғандықтан немесе сондай тәрбие көргеннен емес, балаға внимание жетіспеген. Көрдіңіз бе? Мүмкін сыныптан, мүмкін сынып жетекшінің тарапынан, мүмкін пән мұғалімдерінің тарапынан, ал мүмкін үйдегі жаңа өзінің жақындарының тарапынан. Мысалы, бала бір тәртіпсіз жағдайға ұшырады, мектеп ережесін бұзды дейік, енді қандай салдары бар екен ол өзі түсініп тұр. Ол түсініп тұр, біз ата-анасын шақыртатынымызды, жаңағы құқық бұзушылық бойынша кеңес отырысын өткізетінімізді, яғни ата-ананың внимание, қалай қазақша, көңіліне назарын жаңағы солай өзіне аудармақшы. Көрдіңіз бе? Осындай қазіргі заманда осындай мәселе бар. И ол жиі кездесіп тұрады. Әсіресе қыз балаларда. Ер балалар емес. Қыз бала егер тәртіп бұзса, оның себебін сол ары қарай не істеу керек, іздеу керек. Тамырын, бұл енді 5-11 сыныптар арналған шығар, өйткені бастауышта біз енді ол бұзақылық, балалық деп жаба саламыз кейде. Оның барлығын көтеріп жатпаймыз. Бірақ көбіне 10-11 демей қойын. 10-11-дің балалары уже өзіне не қажет, өмірге не үшін келді, 10-шы сыныпқа не үшін келді деген сияқты өзінің құндылықтары бар да. Ол өз қажеттілігін өзі өтей алады. Кіммен дос болғысы келеді деген сияқты, немен айналысқысы келеді. Мәселе жаңағы 5 пен 9 арасында. 5-9 сыныптар. Енді жаңағы сіздің айтқаныңызға толықтырып кетейінші. Негізі қазіргі кезде тәрбие процесінің бір өзінің заңнамалар бар ғой. Соның ішіне кіріктірілген біртұтас тәрбие бағдарламасы кіргеннен бері кіріктірілген заңнамалардың бірі ол толық адам концепциясы. Абай Құнанбайұлының толық адам концепциясы, яғни ол не үшін кіріктірілді, оның барлығына өзіміз көз жеткізуіміз керек. Яғни сол концепцияны толығымен болмаса да негізгі идеяларын зерттеу керек, меңгеру керек. Яғни ол жерде айтылған ғой, ең басты нелер, жаңағы идеялар ол ақыл, қайрат және жүрек деген сияқты. Ақыл жаңағы бұл тек қана оқушы емес, оның бірінші мұғалім өзі түсініп алу керек та. Ақылға не сияды, қайратқа не сыйдырады, ең соңында жүрек. Неге жүрек деген сияқты, мысалы, білім алу, ол білімнің басқа адамдарға яғни пайдалы болу деген сияқты. Және үшінші жүрек ол қоғамға пайда екен. Осы үшеуін жаңағы балалардың бойында қалыптастырмас бұрын мұғалімдер біз өзіміздің бойымызда қалыптастыруымыз керек. Яғни қазіргі кезде неге мұғалімдік жолды таңдадым десе, барлығымыздың ойымызға қоғамға пайдалы болу деген келеді, мысалы. Осы жерден сөзіңізді бөлейінші. Бізде енді дәрігерлер Гиппократтың антын қабылдайды ғой, мұғалімдер ондай бізде жоқ. Бірақ та жаңағыдай сіздің айтқанындағыдай немен кредомен жүрген дұрыс сияқты, яғни пайда келу, бірге ұстау керек деп та, бұл концептің негізгі. Оның ішінде де жаңағы сіз айтқандай 6 құндылықты айттыңыз ғой, өзіміздің ұжымымызға қажет. Оның ішінде де бір 5-6 құндылық бар, негізге алу керек деген сияқты. Осы жерде жақында да осы мәселе демей қойын, осы сұрақ көтерілген. Біз өзіміздің жоқ әкімшілік емес, өзіміздің тығыз ұжымымызда деген сияқты. Бұл жерде айтып қалдым да, ең басты, ең бірінші адам болу керек. Содан кейін барып ұстаз болу керек. Сосын маған сұрақ қойылды да, керісінше емес пе деген сияқты. Өйткені кейбір дидактикалық материалдарда керісінше ұғындыратындай жазылған екен. Мысалы, ұстаз міндетті түрде адам болады деген сияқтыға келтірілген. Мен өзім ұстанатын бірінші адам болу керек. Одан кейін барып ұстаз болу керек. Енді тәрбие мен білім қатар жүреді деп бекер айтылмаған ғой. Енді ұстаздықты таңдаған адамдарда әртүрлі себептермен таңдайды екен. Қараңыз, Шаған сіздің видеоңызды көріп, бір күліп алғаным бар. Басқа жол жоқ деген сияқты. Басқа жақсы жол жоқ деген сияқты. Ой саларлық әрекет қой енді ол да. Негізі сондай. Енді өзіміз таңдағаннан кейін біз оны мақтан тұтуымыз керек. Бірақ та осы жолды
қазір өте көп жастар таңдап жатыр, иә. Педагогика жолын неге таңдайды? Бірінші себеп ата-аналары. Ол яғни династия дейді ғой. Иә, әкесі мұғалім, анасы мұғалім, әжесі, атасы мұғалім болған, значит сен де мұғалім боласың деген сияқты ұғым бар. Жоқ емес бар, иә. Бірақ династия деген керемет нәрсе бұл қазір негізі. Династия бойынша педагогикаға келген мұғалімдер бір керемет мұғалім болады деп ойлаймын. Соны өмір бойы көріп келе жатыр ғой, көрдіңіз бе? Мысалы айтып кете аламын Татьяна Тұрсынбековна. Татьяна Тұрсынбекованың әкесі мектеп директоры болған, мұғалім болған, иә. Татьяна Тұрсынбековна қандай керемет қазақ тілінің мұғалімі, орынбасар деген сияқты, қаншама жылдар бойы ол өз миссиясын біледі, яғни онда отбасылық құндылық сондай деген сөз. Екінші себебі материалдық құндылық сияқты. Иә. Яғни педагогтардың айлықтары жақсы, тұрақты жұмыс деген сияқты, иә. Үстемділік бар. Қандай қалада болса да жұмыс табуға болады деген сияқты, иә. Бір перспектива бар. Жоқ емес, негізі бар ғой. Ол жай жалған. Үй алатын болсаңыз да қандай да бір пайыз мөлшері бар, иә. Мұғалімдерге назар деген сияқты сондай беріледі деген сияқты. Және ең керемет оның несі, педагогика жолын таңдағанның ең керемет себебі ол баланы жақсы көру. Баланы жақсы. Мен баланы жақсы көргеннен сол жолды таңдадым деген мұғалімдер, сіздер осы еңбек жолдарыңызда ең керемет ұстаз болып саналасыздар. Үнемі жас болып жүреміз ғой еще. Иә, үнемі жас. Жаңағы тәжірибелі ұстаз туралы айтып кетейін, иә, біраз. Тәжірибелі дедіңіз, сосын жай ғана еңбек өтілі жоғары дедіңіз, иә. Еңбек өтілі жоғары ұстаздарды біз тәжірибелі деп айтып үйреніп қалғанбыз. Иә, мына кісі тәжірибелі ұстаз деп айта аламыз даже жас мұғалімді. Еңбек өтілі 2-3 жыл болған мұғалімдерді тәжірибелі деп айтады. Өйткені ол еңбек өтілінің ұзақтығына сыймайтын. Иә, ол мұғалімді қай кезде біз тәжірибелі дейміз, егер мұғалім үнемі ізденіс үстінде болса, жаңалыққа жаңағы ашық болса, иә. Ондай мұғалімдер бізде бар. Оларды көрген кезде жаңағыдай қуанасың да осындай педагогтардың. Олардан да сіздікі қанша жыл еңбек өткеніңіз? 18 жыл. 18, менікі 14-ші жылға кетті, иә. Біздің де олардан үйренетініміз бар. Балалармен қарым-қатынас жасағанда, ата-анамен сабағын элементарно, иә, сабағын берген кезде деген сияқты. Сөйлеу манера, коммуникация жасай алу дағдысы, оның барлығы, яғни ол мұғалімдер мектепке баланы жақсы көргеннен келді деп айтуға болады. Яғни үнемі ізденіс үстінде ол өзі үшін емес, жаңағы алдында отырған балаға сол қажеттілігін қалай өтеп берсем екен деген сияқты сұрақты алдына қойып алып, осы миссиясын орындап жүр деп айтуға болады. Өйткені осы болады, мысалға мен өзіме қызықты контент көрсем, соңына дейін қараймын. Керек болса арасында не шай бұзып жүрсе, не телефон қоңырау бұзып жүрсе, мен қайтып қараймын. Осы орайда қазір мысалға еңбек өтілі расымен де көп тұлғалар, әріптестер көріп қалып, ренжіп қалып жүрмеңіздер, иә. Мен осы жерде бір түсініктеме беріп өтейін, енді осындай жазбалардың өзіндік те бір шектеу болады ғой, өйткені қазір уақытта тез уақыт аяқталып та қалған шығар, иә, бізге берілген уақыт. Бірақ та мен ашып өтейін. Мысалға мынандай болады, 5 саусақ бірдей емес. Бірақ та біз айта алмаймыз, педагог болып жүріп, еңбек өтілі 25 жылдан асса да, бірақ ол мұғалім мықты емес деп айта алмаймыз айдын. Өйткені мысалға бұрынғы кезде мен координатор болып жүргенде де, орынбасар болып жүрген кезде сабаққа келерде әріптестер былай отырады екен, біздің сабағымызға Асимгүл кірсе екен деп, менен үлкендері, немесе Асимгүл Бақытбаевна кірсе екен деп ойлайды екен. Сосын енді оны мынандай да бір ситуация болған, енді мен көп мектепте жұмыс жасадым. Сонда бір әріптес былай айтқан екен, мен ашық сабақ берем, мен ашық сабағым Асимгүл Бақытбаевна келсе екен. Енді менің де сол күні бір сол кісімен мектеп директорының арасында бір конфликт болып қалған. Жаңағы ортасына мен бару керек болдым сабаққа. Не себепті? Жаңағыдай педагогтердің арасында да педагог жаңағы сіз айтқандай адам. Біз мысалға қандай педагог, қандай мақсатпен, немесе қандай эмоциямен жұмысқа келіп отырғанын, және оның ішінде не болып жүрғанын
негізінде біз біліп отыру керекпіз. Мысалға бұрынғы кезде мектеп басшылығына немесе орынбасарларына қоятын міндеттердің бірі сол болатын. Мысалы біз қолымызбен басқарып отырған аудиторияның мінезін білу керек. Енді біз мысалы сынып жетекші болғанда да немесе өзімнің аудиториямды көңіл күйін, эмоционалдық жағдайын біліп отыру керекпін деген сияқты. Енді арасында осы жақын арада интернет арқылы дамып кеткесін көріп отырамыз ғой, әлі сондай ситуациялар бар. Мысалға мектеп басшылығы үстемдік көрсетіп отырған жерлер де болады. Немесе мектеп директоры мықты болса да, бірақ та соған бағынбай қойған бір педагог та болады. Және де не басқа мектепке де ауыспайды, не өзіне де жеңіл жасамайды, не жаңаға мектепте де өзіндік бір үлкен бір моральдық мәдениетті, моральдық бір қысымды ұстап отырады. Бізде де бар ғой ол, бүкіл мектепте болады. Тексерістер көп болуы мүмкін. Мысалы мектептегі тексеріс қайдан туындайды? Мектептегі тексеріс жаңағы шағын болған кезде немесе әкімшілік пен педагогтер арасындағы ынтымақтастық толыққанды орнамаған кезде. Ынтымақтастық жаңағы біздің айтып отырған корпоративтік мәдениет дейміз. Сондықтан да сабағына кірген кезде былай айтатын, бір мұғалімнің баламен жұмыс жасайтын әдісі мықты болады. Бір мұғалім жаңашыл идеяларға мықты болады. Бір мұғалім сабақты бастағанда жаңағыдай моральдық бір әңгімемен бастайды. Бір мұғалім рефлексияға мықты болады. Бір мұғалім кері байланыс алуға мықты болады. Бір мұғалім балаларды өзіне қаратып алатындай болады. Бір мұғалім келіп отырған мұғалімдерге нұр шашып кетеді. Сондықтан да біз кез келген педагогикалық жолды таңдаған тұлғаның өзіндік бір фишкасы болады. Біз оны, біздің минусымыз қандай болады? Біз оны не көре алмай қаламыз, көріп үлгермей қаламыз, немесе ол кісі көрсетіп үлгере алмай қалады. Сондықтан осы орайда жаңағындай мектеп тарапынан шағын фокус ортадағы болсын, яғни бұл орайда әдістемелік бірлестік жетекшілері де толыққанды жұмысын атқару керек. Өйткені 200-ден астам педагогпен жұмыс жасап отырған орынбасарлар немесе мектеп басшылығы оны көре алмауы да мүмкін. Өйткені ол мықты мұғалім шығар, бір ауылдан келіп отырған. Мүмкін оған уақыт болмай жатқан шығар. Мүмкін аттестацияға қатысу керек, биыл аттестациядан өтетін сол мұғалімдерге ғана кезек тұрған шығар. Енді ол да солидарность деп айтып жатамыз ғой, енді жол беру, жол ұсыну деген сияқты. Мүмкін ол кісі солай істеп сосын біздегі кез келген бір ортадағы сәтсіз бір ситуацияны көріп қашып кетуі де мүмкін ғой. Сонда біз мықты кадрлардан айырылып қаламыз деген сияқты. Мұндай да қорқыныш болуы мүмкін, иә. Енді манағы сіздің айтып кеткеніңіз, неге мұғалім бірінші адам болу керек, сосын педагог болу керек, иә. Енді біздегі әлемде кез келген педагог деген кезде бірінші педагогқа біз Аристотельді ғой. Ал қазақ жерінде дүниеге келген Әл-Фараби, Абу-Насыр Әл-Фараби, пір тұтқанында Аристотель. Абу-Насыр Әл-Фараби жаңағы өз өлеңдерінің, шығармаларының өзі бір қиын ғой өзі. Құрамы, иә, түсіну қиын. Енді оны бір зерттеумен айналысып жүрген адам ғана оқуы мүмкін. Немесе Әл-Фараби туралы не білесің дегенде музыкант, музыканың ұлы кітабы, немесе жаңағы 70 тіл білген тұлға деп қана айту мүмкін мысалы, иә. Ал енді оны арасынан бір үңілген адам болса, Аристотельді туралы айтып кетеді, және де интеллекттің жаңағы Аристотель интеллекттің 3 түрін анықтап кеткен. Қазір енді мынау ұзақ болуы мүмкін, бірақ мен қысқартып айтып көремін. Аристотельдің айтуынша интеллекттің бірінші түрі ол балаға генетикамен беріледі екен интеллект. Егер оның анасы мықты болса, бала да мықты болады. Яғни ана сүтімен береді, ана қанымен. Мысалға Құнанбайдың шешесі Зере, Қаздауысты Қазыбек бидің руынан, Ұлжан Абайды туған. Мысалы, осы орайда ер азаматтар қарап отырсаңыздар, ренжіп қалмаңыздар. Неге әйел жаратылысынан ғана бізге мықтылық беріледі десеңіз, сіздердің де аналарыңыз бар. Сондықтан да екінші түрін былай айтады екен, Аристотель айтып кеткен. Анасынан берілмеген интеллектіні мектеп қабырғасында ұстаздары қалыптастырады деген. Осы бұл жоққа шығармайтын, өйткені бұл әлемдік деңгейдегі дәлелденіп кеткен факт. Сондықтан да бізге ата-анасы қарай алмаған, немесе қарап үлгермеген, ондай ата-ана бар, мысалы, мен бере алмаймын, сіз бересіз. Оны біздегі жаңағы айтып кеткен де бар, мысалы, инспектордың көмегіне мұқтаж болып отырған ата-аналар бар. Ол дұрыс, ол не, сос дейміз ғой, команда сос. Бізге көмек керек, дұрыс. Біз үштік одақта жұмыс жасаймыз. Ал соны құрметті әріптестер, сіздер үнемі бірінші орынға қойып отырсыздар.
педагог мәртебесін заңнамасы бар, мұнда да бар, адалдық құндылығы бар, әділеттілік құндылығы бар, шынайылық құндылығы бар. Сонда біз шынайы түрде, адал түрде өзіміздің ұстаздық міндетімізді толық атқару керекпіз. Біз тек қана баланы жақсы сөзбен айта бермей, жақсы сөзімізбен, жақсы мінезімізбен білім нәрін сусындату керекпіз, және де болашаққа қажет дағдыны қалыптастыру керекпіз. Үшіншісі өмірдің беретін сабағы. Көрдіңіздер ме? Ол да керек. Сонда біз мысалы мықты баланы біз басып алмау керекпіз, ал әлсіздеу келген баланы бойына қалыптастыру керекпіз, және де үлкен өмірде кездесетін қиындықтарды төтеп беретін дағдыларды біз мектеп төңірегінде осы жаңартылған білім беру мазмұны аясында қалыптастырып отырмыз. Жаңағы мұғалімдер бар ғой, бөлінеді ғой. Айттыңыз ғой, бір мұғалім фишкалар дедіңіз, иә? Мен фишкамды өткіземін. Айтыңызшы. Оны сырттан мен өзім естідім. Сосын естігеннен кейін енді мен бетіме айтылмаған сөз, бірақ мен естимін да. Ойланамын. Шынымен де солай ма деп. Кейбір мұғалімдер пәнін өте керемет біледі. Иә, прям күшті біледі. Бірақ методикасы әлсіз болады. Көрдіңіз ба? Методика әлсіз болғандықтан ол балаға сол өзінің білгенін дәл солай жеткізе алмауы мүмкін. Өйткені қазіргі балалар енді әртүрлі әдіс тәсілдердің болғанын, иә, сабақтың қызық өткенін деген сияқты жаңа коммуникацияның жоғары болғанын талап етеді да олар. Мен оның екінші түріне жатамын. Методикасы мықты. Көрдіңіз ба? Сонда кейбір кісілердің жаңа білім деңгейі жоғары, методикасы әлсіз болады. Мен өзімнің жаңа пән бойынша білім деңгейім вау деп айта алмаймын. Мынау 8 сағатқа түсіп қалғаннан бері ол вообще қалған нәрсе, иә. Негізі мен методикамен алып шығамын. Сабақты күшті әсермен шығуы мүмкін мен сабағымнан қатысқан мұғалімдер, балалар, иә. Ол өйткені жаңағы методиканың әдістеме, сабақты беру әдістемесін мен жақсы алып шыққаннан болады да. Көрдіңіз ба? Осылай біз бөлінеміз. Осыған қосып кетейінші. Кеше ғана мен TikTok'та отырмаймын, құрметті әріптестер. Сіздің сөзіңізге мен былай айтып кетейін де. Кеше ғана менде Инстаграмнан мынандай бір интересный видео шығып жатыр. Сонда Түркістан облысының бір бөлім басшысы бір мектепке тексеріспен барыпты. Сол кезде жаңағы мектептің директоры, мен білмеймін, бір мектеп төңірегінде мұғалімдер 13-16 15 сағатпен жұмыс жасап жүр екен. Енді мен өз басым мысалға орынбасарда болып көрдім, қарапайым педагогте болып көрдім. Қазір менің қатардағы мұғалім қатарын таңдап жүрген бұл өзім саналы Астана қаласына келгендегі саналы таңдауым. Енді сіздің жаңа айтып отырғаныңыз 8 сағатпен ғана жүрмін деген. Мысалға жалпы стратегиялық сипатта орынбасарларда, директорлерде педагогикалық сағаттарын алып жүру керек. Неге? Өйткені ол мүлдем оқу үрдісінен алыстық болады. Біріншіден ол әкімшілік қызмет бар, жарайды, әкімшілік қызмет тарапынан біліктілігін арттыру, қазір санаттар да беріп жатыр, биылғы айтпақшы көпшілік ұйымның арасында алдында құттықтап қояйық, біздің мектептегі барлық әріптестер, орынбасарлар барлығы санатымен, санатымен деген ол үлкен мотивация, жалақыдан да өсу бар, және де өзге де бір мектептердің орынбасарларына бой түзеу, үлгі болу деген сөзінше белгілі бір сипатқа жауап беріп тұр деген сөз талапқа, біздің әкімшіліктер. Енді екіншіден жаңағы мүлдем оқу үрдісінен алыстап кететін болса, мүлдем педагогтердің жұмысын түсінбей қалады. Сондықтан да заңнамамен беріліп тұрған жарты ставка өзінің диплом бойынша кәсіби мамандығын мұғалім ретінде атқару керек. Сондықтан да мен ондай да білім бөлім басшыларын түсінбей қалып жатам да, бәлкім оның басқа да бір себептері бар шығар. Мен өзім педагог болуға жүре кейбір бір жан айқайын тек қана өзінің мүддесі үшін ғана шығарып жүретін педагогтерге айтарым, мысалға, өзгеріңіздер. Өйткені жаңағы біз айтып жатқан Қасым-Жомарт Кемелұлы толғадан идеясын қайтадан орынға қойып жатыр ғой. Енді өткенде осы корпоративтік мәдениеттің бірінші шарасында оқу мақсатынан критерийлерін ажырату бойынша мастер-класс өткізген болатын. Сонда да Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Тоқаевты айтып кеттім. Сонда қазақ сыныбында сабақ беретін орыс тілі мұғаліміне сол қатты тиіп кетті. Айтады, одан кейін Сайын Жомартович та келіп айтады, қандай нені айттыңыз деп осындай. Яғни екі кісіге қатты ой салып жүріппін да, және де бір қызықтыра алыппын. Енді ол жерде мен өзім жұлдызын алып жүрген жоқпын, өйткені
жұлдыз болатын адам мүлдем басқаша болады. Сондағысы мысалы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев тәуелсіз, яғни тмд елдерінің бөлек кеткен кездегі тәуелсіз Қазақстан шекарасын бекітіп берген мықты тұлға. Әлемдік деңгейдегі мойындалған көшбасшы дейміз, иә. Ол кісі Абылай ханның арманын толыққанды орындады. Ал қазіргі таңда шекарасы мықты болған елдің тұлғалық дамуымен жұмыс жасап жатқан Қасым-Жомарт Кемелұлы Абайды арман мақсатын толыққанды түрде қолға алып жатыр, жүзеге асыру. Ал енді ол мемлекеттің басқарушысы ретінде алып отырған идеяны, Абайдың идеясын жүзеге асырушы кімбіз? Әрине біз. Сондықтан біз әрбір сабақта тек қана білім беруші тұлға ретінде ғана емес, методиканы мықты білетін адам ретінде ғана емес, расымен де Әл-Фараби айтып кеткен тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қасшауы деген сияқты. Біз міндетті түрде бір құндылықты айтып кету керекпіз. Мейлі ол бала сабақтан жаңа бір 5 терминмен немесе есепті шығару жолын білмей шықса да, бірақ та ол есепті не үшін шығаруды үйретіп жатқанын мұғалімнен үйреніп шыққан болса, онда ол бір ой сала алды деген сөз. Әрине ол біз бір оқушыны бір сабақтан бағалай алмаймыз ғой. Қандай? Бастаушыда да сіз бағалай алмайсыз, Әрине. Оқу техникасының өзі де өсу реті, мысалы, бүгін 6 сөз оқыды, ал 2 айдан кейін 25 сөз оқыды деген сияқты. Смарт уақыт керек, смарт өлшем, нақты бір әрекет керек. Соның барлығы педагогтер қолымыздан келеді. Мектепті бітірген жас біздің ұрпақтарымыздың арасында мынандай өзекті тренд бар, сұрақ бар. Мектепте алгебра апайы ұрсып тұрып үйреткен косинус синустарын қай жерде қолданды деген сияқты. Бұл көрдіңіздер ме? Иә, тренд жүр. Ешқайда қолданған жоқпыз, онсыз ақ өмір сүріп жатырмыз, онсыз ақ ақша тауып жатырмыз деген сияқты, иә. Осы сұраққа жауап беріп кетейінші барлық ұстаздардың атынан. Мектепте 7-ші сыныптан бастап математика, алгебра, геометрияға бөлінеді. Геометрия ары қарай стереометрия, планиметрия деген сияқты бөлінеді. Алгебрада жаңағы тригонометриялық функциялар бар. Косинус, синус, тангенс, котангенс деген сияқты. Оның есептері өте күрделі болып келеді. Өмірде мен физика пәнін ретінде мен қолдансам да, мысалы сіз қолданбайсыз, иә. Бірақ бәріміз өттік. Бұндай жоғары деңгейлі тапсырмалар, жоғары деңгейлі есептер баланың ол болашақта 20-30 жасында қажет болады-ау деп үйретпейді. Оны баланың ойлау қабілеті жоғарылату үшін үйретеді. Көрдіңіз бе? Яғни жаңағы қиын есепті бала шешу, функционал сауаттылық теория, бет мұғалімнің беріп тұрған формуласына жаңағы есепті салып, оны шығарып, нәтижесіне жетіп, өзінің солай өзін баға алып деген сияқты, өзі. Бірақ бұл ең басты мақсат, ол өмірде сол косинус керек, косинус 30 градус бұрыш қаншаға тең екенін білу керек үшін емес, ол сіздердің, яғни ойлау қабілеттеріңіз жоғары болу үшін бағдарламаға кіргізілген жаңағы функциялар деп айтуға болады. Дұрыс айтасыз. Негізі бұрынғы кезде мысалға мелмен сабақ берген мұғалімдер, оларға біз бас иеміз ғой. Қазір мысалға Ғани Бектаевич та өздерінің алғашқы педагогтеріне құрмет көрсетті. Расымен де педагогке бірінші мұғаліміне немесе алғашқы ұстазына немесе сол қазіргі кезде көзі тірі ұстаздарына құрмет көрсетпесе, неге көрсетпеске, иә? Көбінесе педагогтер бір жапа шегіп жатқан кезде Жапония елінің педагогтерді қалай құрметтейтіндігі үнемі айтылып жатады ғой. Мысалға автобусқа келсін, басқа бір жерге келсін, көпшілік ортада арнайы бір значогынан таниды екен, орын береді екен, ауыр сөз айтпайды екен, бірінші соғысын жібереді екен сияқты. Ал енді мүмкіндік болып тұрса, ол дұрыс жолмен болып тұрса, неліктен мұғалімге құрмет көрсетпеске? Және де жаңағы тәжірибесі мықты болмаса да, бірақ та жаңағы еңбек өтілі мықты мұғалімдер, сіздер де көп мықты адамдарды шығардыңыздар. Өткенде анау Қостанай облысында бір мықты тамада бар, Аслан Кенжетайұлы деген. Сол кісі былай айтып қойыпты, Қасым-Жомарт Кемелұлы Қостанайға келеді деген кезде астында бір енді негатив комментарий болды ғой. Қостанайға неге бара береді осы деген сияқты. Сонда дейді, Қостанайда мықты зауыттар болмаса да, бірақ мықты тұлғалар шығаратын зауыт бар деп.
өйткені алаш ордасындағы жаңағы сауаттылықты болсын, иә, әліппенің де атасы, жаңағы әліпбидің де атасы сол Қостанайдан шыққан. Және де осы жерде де әрбір педагог біз мықты зауыттың иесі болмасақ та, бірақ та мықты зауытты қалыптастыратын, ашатын сондай болашақ кемел толыққанды қалыптасқан, дейміз, мысалы орысша айтқанда полноценный тұлғаның иесі боламыз біз. Бізден шығады өйткені ол. Отбасынан шықпайды. Президент бізден шығады. Әрине, президенттің өзі де бізден шығады. Анау трендтер бар ғой, былай қолына бірдеме жазып алып, педагог, анау, мынау барлығы ұстаздан шығады. Сондықтан да біз Аристотельде басқа қырынан емес, педагог, бірінші педагог ретінде білеміз. Әл-Фарабиді де бірінші педагог ретінде. Мысалы, тілмаштығын онша біліне бермейді, бірақ педагог екендігі әрқайсысын есінде алып қояды. Және де басқа да бір ақын жазушылар туралы сөз естіген кезде мектепте мұғалім болғандығы үнемі бірінші орында болып қала береді да, мысалға. Жақсы, енді біз корпоративтік мәдениет бойынша сіз сауалнама құрған болатынсыз. Оны коллективқа қашан жібердіңіздер, ұжымға? Сол сауалнаманы күні енді ол перепискадан ашып қарамасам сізге нақты. Енді ол осы қазан айының бастапқы уақытында, иә? Басында ғой деймін. Қазан, қыркүйек. Азғантай ғана уақыт қалды, соны бір талқылап өтейікші. Кешегінің өзінде сіз айтып отырсыз, толық коллектив бізде қатыспаған екен сауалнамаға. Өте аз деп отырсыз. Примерно қанша? Шамамен, мысалға, қанша мұғалім қатысқан? 23 күні. 23 күні. Неге мұғалімдер қатыспайды деп ойлайсыз? Негізі енді жаңағы немқұрайлық, иә? Немқұрайлық па, жауапкершіліктің үлкен ой салатын дүние. Сондықтан да. Сосын мынандай анонимно болса, бізде мұғалімдер мені көрмей қалады деп ойлайды. Жоқ, анонимно ғой негізі. Анонимно ғой, иә. Енді мына жерде мен қарап отырмын. Жалпы статистика бойынша жауаптары жаман емес, тек қана арасынан біреуін ғана көріп қалдым мен. Бар ма сізде? Бір мұғалім барлық сұраққа солай негативпен жауап берген. Енді бір мұғалім ол негативті де түсінуге болады негізінде бар ғой. Мүмкін айтып отырмын ғой, мысалға біз білім беру ұйымында жұмыс жасау отырсақ та, немесе міне сөзіңізді білейін. Соңғы 2 айда ұжымның көңіл күйінде немесе қарым-қатынасында өзгеріс байқадыңыз ба дегенде, біраз 54% бізде өзгеріс байқалмады деп жауап берген екен. Бізде өзі оқу жылының басталғанына 2 ай болды ғой? Әрине. Не себепті ойлайсыз? Былай қарайық қой. Өзгеріс деп қандай өзгеріс екені айтылмаған, иә? Қарым-қатынаста. Мындай, соңғы 2 айда ұжымның көңіл күйінде немесе қарым-қатынасында өзгеріс байқадыңыз ба? Жоқ, оны былай екі түрлі түсінуге болады да. Жаман жаққа қарай кетіп қалған жоқ. Жақсы деген мағынада, жақсарып кеткен жоқ, сол қалпында деген сияқты, иә? Кім қалай түсініп отыр? Бұл жерде нақты былай ашылмаған сұрақ. Бұл жерде енді айтамыз ғой, мысалға белгілі бір комиссия қандай мақсатпен барады? Тексерілетін орынға. Егер теріс мақсатпен болса, ол теріс мақсатты ашып шығады. Плюс мақсатпен барса, әдістемелік көмек көрсетті. Яғни, осы жерде де құрметті әріптестер, сіздерде, егер де сіздерге орынбасарлар жақындап отқан болса, сіздерге жас мамандар, тәлімгерлеріңіз жақындап отса, онда сіз дұрыс жағынан түсіну керексіздер. Сізге қандай да бір қолдау немесе көмектің түрін анықтау мақсатында ғана жақындайды. Өйткені әрқайсының өзіндік жұмысы бар, міндеті бар. Ешкімге қандай да бір қаралау немесе тырнақ астынан кір іздеу мақсатында жақындамайды. Өйткені мысалы бүгінгі жазбаның өзіне де Айдана Галина екеуміз енді сіздің қай жерде тұратыныңызды білмейміз, бірақ та келуімізге біраз уақыт керек болды. Мысалға, сондықтан да педагог болсын, әрбір тұлғаның өзінің уақытының қадірында бағалай білген адам әрбір минутта бір нәтиже қалдырып кету керекпіз ғой. Жобаны, сіз жетекші ретінде алдыңыз, мен де өте қуаныштымын сіздің алғаныңызға. Бірінші демей ақ қояйын, бірақ алдындағы шебер сыныпқа мен барғам, қымыжы бойынша. Өзіме біраз аяғына дейін отыра алмадым, бірақ біраз отырдым. Сол отырған сәтте мен өзіме біраз нәрсе алдым. Әкімшілікке суретке түсіріп, әкімшілікке де жібердім, не осындай педагогтар отыр деген сияқты. Сосын сол түсірген суреттерді пайдаланып біз жарияладық деген сияқты. Негізі тек қана жастарға емес, барлық ұжымға қажет
өйткені былтырғы жылдың қорытындысы бойынша бізде КМЖ құруда біраз мәселелер болды да. Иә, соны сіз прям айқындап ашып көрсеттіңіз, иә. Бұл енді кәсіби даму деп айта аламын, иә. Мұғалімдердің кәсіби дамуы үшін келіп өздерінің тыңдауы деген сияқты әр ұстаз өзінің қажеттілігін өтейді, иә. Бірақ енді ұжымдық мәдениетті ары қарай дамыту кезінде жаңағы даже Google-дан іздесек те, иә, ол жерде андай іс-шаралар шығады. Жалпы іс-шаралар, теңбилдинг, мұғалімдер күні, жұма күні қалып шай ішу, әңгімелесу деген сияқты, иә, оның барлығы яғни мұғалімдерді жақындастырады, иә. Даже мектептен сыртқа шығып қандай да бір корпоративтерге бару деген сияқты мұғалімдердің арасындағы жаңа қарым-қатынасын нығайтуы мүмкін. Бірақ ол опять же бір фокус группа сияқты болып қалады да, иә. Бір шай ішіп бір-біріне ашылып сөйлескен мұғалімдер келесі күні жақсы қарым-қатынаста болады да, олар бір фокус группа құрып алады өздерінше. Ал негізгі жалпы корпоративтік мәдениетті айтқан кезде оның барлық педагогтарға, яғни 180 педагогқа қатысты яғни іс-шараларды әрине өткізу өте қиын, иә, қиын, бірақ қажеттілігіне қарай бөліп өткізуге болады, иә. Мысалы, жаңағы сіздің шақырған шеберсіңізға маған керек деген мұғалімдер келді және өзінің керегін алып кетті деп ойлаймын, мысалы. Енді мен кеше Инстаграмда бір сауалнама жүргізгенмін. Педагогика бұл ғылым ба әлде өнер ме деген сияқты. Сол кезде мен өзім күтпеген жауап алдым. Бір 75% өнер деді. 75% өнер деді. Педагогиканы біз ғылым деп қабылдап үйреніп қалғанбыз, иә. Яғни өйткені ол зерттеу қажет бағыт, иә. Зерттеу қажет, зерделеу керек, бір эксперименттер жүргізу керек, бір нәтижеге шығару керек деген сияқты. Соның салдарынан бір реформалар шығып жатады, иә. Негізі біз педагогикада жүрген кісілер методиканы оқып бастаған кезде Ушинский деген, Каменский деген кісілердің аттарын естиміз да. Яғни олар, яғни педагогика, яғни ұлы дидактика дейді ғой, бұрынғы кезде ұлы дидактика деген. Соның жаңағы кірпішін қалап кеткен, сол кісілердің сол заманда айтылғаны қазіргі кезде де өзекті, актуалды деп оны қолданамыз, иә. Бірақ ол екі кісі де ғылыммен айналысса да, негізі ғылыммен айналысса да, олар педагогиканы барлығына бәрін үйрететін өнер деп айтып кеткен ғой. Көрдіңіз бе? Сонда яғни өнер деп жауап берген кісілер, яғни бұл педагогиканы, яғни білім беру, тәрбие беру саласын меңгеретін өнер ретінде қабылдағанына мен қуандым негізі. Бірақ ондай жауапты мен негізі күтпеген, барлығы ғылым деп қабылдайтын шығар деп ойлағам негізі. Педагогиканы сіз өнер деп есептейсіз ба десе, бәрі иә деп жауап беретін еді. Өйткені иә, жаңағы сіз отырған барлығы жан-жақты шығармашылық бар. Кейбіреулер мені актриса деген тапты екен мені. Яғни ол да өнер, иә, өнер деген сияқты, иә. Сондай сұрақ қойсам, иә деп жауап беретін еді. Ал мен салыстырмалы түрде қойдым. Ғылым және өнер. Сол кезде өнер басым болды. Егер енді оны жеке наука қылып, ғылым қылып алатын болса, ол ғылым. Ал мұғалім оны бойына сіңіргеннен кейін шығармашылық, өзінің шығармашылығымен баланың бойына сіңіре алу керек. Иә, оны теориялық түрде ғана емес, келіп кетіп сабақ беру. Егер жаңағы тек қана ғылым болса, онда біз белгілі бір теория орталығы ғана болар едік. Балаларға қызықсыз, иә. Практикант біз практиктерміз. Енді қорытып айтып кетсем, мұғалімдер балаға күлімсіреу керек екен. Иә, мұғалім балаға күлімсіреп, әріптестер бір-біріне күлімсіреп қарағаннан күлу емес, күлімсіреу. Екеуінің несі әртүрлі қарағаннан, яғни ұжымдағы атмосфера жақсара түседі. Бала сол күлімсіреуге қажеттілік болып келетін шығар мүмкін, иә. Осы мұғалім, бұрын мұғалімдер балаларды жақсы көрген ғой. Балаларды жақсы көрген, бірақ оны көрсетпеген. Біздің заманымызда қалай болды? Қатаң тәртіп болды, иә. Тәртіпте қатаң, мұғалім баланы жақсы көріп тұрса да, оны көрсете алмайтын заман болды. Ал қазіргі кезде бәрі ашық. Баланы құшақтап жатамыз, иә. Жаңағы жылы лебімізді білдіріп атамыз, яғни ешқайсысын бөлмей, осы жүрекшіде жүріп атамыз. Содан балалар да мұғалімге өз қарасы басқаша болады, яғни өзінің мәселесі бойынша да ашыла алады деп айтуға болады, иә. Сондықтан осыны күлімсіреуді бір
қалыптастырайықшы деймін практика ретінде иә иә енді сіздің жоспарыңызға енгізілді ғой бірнеше іс-шаралар. Сол арқылы ендігі бір подкаст жасауға болады бізде жылдың соңында, иә? Нәтиже бойынша, өзгеріс бойынша. Енді сауалнаманы қайталау керек тағы да, иә? бізде біраз көрмей қалғандар бар. Осы видеоны да білмеймін, ол кісілер көрмейтін шығар мүмкін. Жекелеп тұрып жібереміз, енді личкаларына жібереміз, жеке чаттарға. Құрметті көрермен, яғни корпоративтік мәдениет бұл біздің мектебіміздің рухын көтереді. Жалпы бірлесе отырып жұмыс жасасақ, нәтижеге жетеміз. Ата-ананың алдында да бізде беделіміз көтеріледі, оқушының алдында да, және де өзіміздің мектепке келетін мотивациямызды арта түседі деп ойлаймын. Сіздермен болған Edu Vibes, Айдана Айбатырқызы, келесі кездескенше. Рахмет. Edu Vibes, Edu Vibes, жаңа дизелла